Ассалаумағалейкум жақсыларым, қалайсыздар, амансыздар ма? Әлде аңыз, әлде ақиқат. Қазақтың шежіресін қуаласаң талай қызыққа кенелесің. Сондай қызықтың бірін Ұларбек Нұрғалымұлы Даяғашы деген мына кітабының 68-ші бетінде Қоңыр ананың қоныс аудару деген бір керемет әңгімені бізге жеткізген екен. Мен енді соны сіздермен бөлісейін. Кіші жүзде 6 ата әлім, оның ішінде Шекті деген рудың Кішкене деген аталығы бар. Кішкене ол кісі аты. Кішкене жас кезінде ұрдасоқ, қарулы, бір беткей мінезімен ағайынға сыйыспай, не мәселесі екен білмеймін, әйтеуір ағайынмен дауға келіп қалып, атшалын кесіп, қайтып жүз көріспестей ұрысып, 6 айшылық жол арқаға қарап жалғыз жол тартыпты. Барған елінде бір байдың жылқысын бағып, күнін көріп жүреді. Кішкененің бұл мінезінен басқа тағы да бір қасиеті бар екен. Табиғатқа, шөпке, жерге қарап, ауа райын болжайтын қасиеті бар екен. Жылқы бағып жүріп, шөптің шығуын, жауының жауын барлығын бақылап жүріп, биыл қыстың басқа жылдарға қарағанда өте қатты болатын болжап, қасындағы жылқышыларға байға қайта-қайта айтады. Қалғандары келемеждеп күліп, көріп жүрген қысымыз ғой деп сөзіне мән бере қоймаған соң, байды көндіріп, алдына біраз малын салып, малға жайлы орта тауып, Кішкене өз алдына жылқыны бағуға кетеді. Кішкене болжағандай сол жылы қыс өте қатты болып, елді жұт болып, жұрттың және байдың елдегі малы қырылып, бір сәтте кедейлік кейпінге еді. Содан бай, егер Кішкене алып кеткен малды аман есен алып келетін болса, ай десе аузы бар, күн десе көзі бар, Қоңыр деген қызымды Кішкенеге қосам деп уәде береді. Қыс кетіп, қар еріп, көктем шыққан соң, Кішкене баяғы айдап кеткен малын төлімен бірге ертіп аман есен алып келгеніне қатты қуанған бай уәдесінде тұрып, Қоңыр деген қызын қосады. 9 ай 10 күн өткен соң, Алланың қалауымен бірінші сәбилер өмірге келіп, бірақ оны байдың шешесі үйсінің қызы екен, бауырына басып, кемпірдің баласы болып, сонымен ол сары үйсін баласы атанып кетеді. Одан кейін тағы 9 ай 10 күн өтіп, өмірге екінші ұлы келіп, оны өздері алады. Бірақ оның есімі Жиенай болады. Елдің айтуына қарағанда Жиенай өзінің азан шақырып қойған аты, немесе нағашылары «Ей жиен, Жиенай» деп осылай атап кеткендіктен алған аты дейді. Сөйтіп, Кішкене мен Қоңырдың арқадағы бақытты сәті өтіп жатқанда, бір күні Қоңыр Кішкенеге қайта-қайта қолқа салады. Мені еліңе апарып қос. Мені қайын жұртыма апар. Бала-шағамызбен сол жерде тұрайық деп қайта-қайта айтады. Кішкене бұған келіспейді. Не қиындық көріп жатсың, жағдайымыз жақсы. Құдайға шүкір, ешкім біздің көкірегімізден итеріп кет деп жатқан жоқ. Осы елде тұра беректе десе, қарашы жан-жағыңа. Ағамның әйелдері, жеңгелерім, інімнің әйелі, келіндерім, барлығы қайын жұртына сәлем салып, үлкендерден бата алып жатыр. Сәлем салып, табақ алып, өркенің өссін, көсеген көгерсін, балаларыңның рахатын көр, өс өн деп бата алып жатыр. Ал мен төркінімде кімге сәлем салам? Кімнің табағын алам? Кімнің алғысын, кімнің батасын алам? Бұлай болмайды. Бала-шағамның рахатын алу үшін менде қайын жұртыма қызмет қылып, келіндік міндетімді атқаруым керек. Үлкендердің батасын алмасам, бұл балаларымның бақытын көре алмаймын деп. Сонымен Кішкенені көндіреді. Байдан рұқсат сұраған соң, байда қызына ақжол төлеп, жасауын беріп, алдына біраз мал салып береді. Сөйтіп енді арқадан сырдың бойына Кішкененің еліне келе жатқанда, Кішкене айтады: мен енді бірден ескертусіз ағайын туысыма барсам, қабылдай ма, қабылдамай ма? Бір кездер ұрысып кеткен жұртым ғой. Мен барып отбасыммен келе жатырмын. Еліммен келе жатырмын. Сіздер дайындалыңыздар деп бір ауыз хабар берейін, сіздер осы жерде отыра тұрыңыздар деп, Қоңырды қасындағы бай ертіп жүрген адамдармен бірге, малмен бірге бір құдықтың басына қалдырып кетеді. Кішкене ағайын туысына барып, мән-жайды түсіндіріп келем дегенше, сол жердегі жергілікті халық таң қалып, мынау кімнің малы, мынау кімнің байлығы десе, бұл Қоңырдың байлығы. Бұл Қоңырдың малы дегенде таң қалған екен. Қоңыр бай екен, бай Қоңыр екен деп. Содан ел арасында Қоңыр Кішкене келем дегенше отыра тұрған жер Бай Қоңыр, қазіргі Бай Қоңыр аталып кетті деген аңыз әңгіме бар.
Бұл жерде Байқоңырдың қалай аталғандығы жайлы емес, Қоңырдың қайын жұртына қызмет қылып бата алсам деген ниеті. Бата алмаса өспейтін, өнбейтіндігі, баталы ұлдың арымайтындығы, батасыз құлдың жарымайтындығы жатыр. Сөйтіп жол жүріп келе жатып, үшінші перзенттері Жолшара өмірге келеді. Одан кейін еліне барып, қайын жұртының батасын алып, табағын алып, көрсеткен ізетіне берген баталарының арқасында Құрманай және Құттық, Асан, Үсен деген өмірге тағы да 4 перзенті келеді. Сонымен тұңғыштары кемпірдің баласы болып қалып, одан кейінгі жиеней Жолшара, Құрманай, Құттық, Асан, Үсен, бұл кішкененің алтауы деген қазір өскен өнген бір рулы елге айналып отыр. Қазір ата енесінен бөлек тұрғысы келіп, қайын жұртынан күйеуін алыс қылып, бала шағасын туыстарынан алшақ қылып өсіргісі келетін келіндер жоқ емес бар. Ал енді осындай кісілерге бұл да бір өнеге болатын оқиға ғой деп айтып отырмыз. Батаның арқасында көптің бірі емес, алтыда әлемдегі шектің ішіндегі кішкене дейтін бір рудың анасы мен әкесі болып отыр. Бұл да бір ғибрат алатын әңгіме. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.